Еркін жер учаскесін сауда-саттыққа, аукционға шығару туралы ұсыныс берген кезде жер учаскелерін сату бойынша сауда-саттықты аукциондарды немесе жер учаскелерін электрондық түрде жалға алу құқығын ұйымдастыру және өткізу жолымен жер учаскесіне құқықтарды сатып алу. Электрондық үкімет порталын ашамыз. egov.kz. Басты бетте жылжымайтын мүлік бөлімін ашыңыз. Содан кейін жер қатынастары бөлімін таңдаңыз. Онлайн қызметке тапсырыс беру батырмасын басыңыз. Осыдан кейін сіз 4 қарапайым қадамнан өтіңіз керек. Бірінші, құқық түрін таңдаңыз. Екінші, сіз сұралған жер учаскесінің нысаналы мақсатын көрсетуіңіз керек. Үшінші, аймақты таңдаңыз. Төртінші, жер учаскесінің шамамен орналасқан жерін көрсетіңіз. Әрі қарай, қоғамдық кадастрлық картаға өту батырмасын басыңыз. Жер учаскесіне көрсету үшін картаға көшу жүзеге асырылады. Егжей-тегжейлі жоспарлау жобасына сәйкес жер учаскесін салу керек. Сурет салғаннан кейін өтініш беруші жүкте және қарай алатын жер учаскесінің схемасы, сондай-ақ жер учаскесінің алдын ала бағалау құны, базалық ставкалар болған жағдайда автоматты түрде қалыптастырылады. Бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүліктің кадастры автоматты түрде қалыптастырылған құжаттарды сұратылған учаске бойынша порталға жібереді. Әрі қарай құрылыс мақсаттары үшін жер учаскесін сұраған кезде сауалнама парағын толтырып, ЭЦК көмегімен ұсынысқа қол қоямыз. Өтініш веб-сервис арқылы әкімдіктің ақпараттық жүйесіне беріледі. Жергілікті атқарушы орган бекітілген қала құрылысы құжатына сәйкес ұсынылған нысаналы мақсат бойынша учаске беру мүмкіндігін айқындайды. Қарсылық білдіру схемасын қалыптастырады және мемлекеттік мекемелермен және ұйымдармен келісу рәсімін жүзеге асырады. Келісуші органдармен ұйымдардың оң қорытынды келіп түскеннен кейін жер учаскесін бөлу схемасы өтініш берушіге танысуға жіберіледі. Өтініш беруші жер учаскесінің сауда-саттыққа сәтті қойылғаны туралы хабарлама алу үшін сұрау жіберу батырмасын басуы қажет. Электрондық сауда алаңында әкімдік қызметкері сауда объектісін жасайды. Ол туралы деректер веб-сервис арқылы бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүліктің кадастрынан тартылады. Бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүліктің кадастры өтініш берушіге жер учаскесін сауда-саттыққа қою туралы хабарлама жібереді. Сондай-ақ бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүліктің кадастрында жер учаскесінің мәртебесі өзгереді. Бұдан әрі порталда сауда-саттыққа қатысу үшін сұрау жіберу батырмасын басу және электрондық сауда алаңына өту батырмасын басу арқылы таңдалған жер учаскесінің сауда-саттық бетіне өту қажет. Жер учаскесінің сауда-саттық бетінде өтінім береміз, кепілдік жарнаны төлейміз және сауда-саттыққа қатысамыз. Электрондық сауда алаңында сауда-саттықтың жеңімпазы айқындалады. Қорытындылар хаттамасына екі жақты қол қою рәсімі орындалады. Одан кейін электрондық сауда алаңы веб-сервис арқылы бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүліктің кадастрына қорытындылар хаттамасымен сауда-саттық өтті мәртебесін береді. Электрондық сауда алаңында сатып алу, сату, жалдау шартына екі жақты қол қойылады. Жеңімпаз сауда қорытындысы бойынша төлемдерді жүзеге асырады. Бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүліктің кадастры ЭЦК-дан мәртебе алғаннан кейін веб-сервис арқылы порталға сауда-саттықты өткізу нәтижелері туралы хабарламаны беруді орындайды. Жеңімпаз үшін сатып алу, сату, жалдау шарттары және сатып алу сомасы жіберіледі. Жеңілгендер үшін жоғалту туралы хабарлама. Жеңімпазға жер учаскесін порталға сатып алу, сату, жалға алу шарты келіп түседі. Порталға жер учаскесін сатып алу, сату, жалдау шарты бойынша сатып алу сомасы туралы мәліметтер көрсетіледі. Жер учаскесінің құны үшін төленгенін растайтын төлем құжатын енгізу қажет. Кейін электрондық үкіметтің төлем шлюзі арқылы құқықтарды тіркегені үшін төлем жүргізу қажет.
Әрі қарай, құқықтарды тіркеу үшін сәтті төлем жасағаннан кейін, өтініштің себебін және қызметтің кіші түрін таңдап, төлем бетіне өту арқылы кадастрлық төлқұжат үшін төлем жасау қажет. Өтініш беруші жергілікті жердегі жер учаскесінің шекарасын дербес белгілеуі қажет. Ол үшін сіз қызметке тапсырыс беру үшін мемлекеттік кадастрлық картаға ауыса аласыз, немесе таңдалған аймақта осы жұмыстарды орындайтын басқа ұйымдарға жүгіне аласыз. Шекаралар белгіленгеннен кейін жер учаскесіне кадастрлық паспорт дайындау және құқықтарды тіркеу үшін алынған материалдарды салу қажет. Бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүліктің кадастры орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша 6 жұмыс күні ішінде порталға жеке кабинетке электрондық құжат орындалған жұмыстар актісі жіберіледі. Өтініш беруші міндетті түрде орындалған жұмыстардың актісіне жеке ЭЦК қол қою қажет. Актіге сәтті қол қойылғаннан кейін порталдың жеке кабинетінде кадастрлық паспорт, құқықтарды тіркеу туралы хабарлама электрондық құжаттары түседі.